Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Облыстық тарихи-өлкетану музейі сіздердің назарларыңызға таңғажайып семсердің сыры атты бейне экскурсиясын ұсынады. Қару-жарақ тарихы ерте замандардан бастау алады. Адамзат пайда болғаннан бастап, ол тұтынған бұйымдардың жиынтығы функционалдық тұрғыдан қару-жарақ тобына жатады. Бұл кездейсоқтық емес, өйткені адам баласы жануарлар дүниесінде жүргендіктен өз қорегін табу үшін және өз басының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қаруды ойлап табуға мәжбүр болды. Біздің дәуірімізге дейінгі 1 ғасырда өмір сүрген Рим ақыны Тит Лукреций Кар адам баласының басты қаруы өткір тырнағы мен пышақ тістері емес, айналасындағы орманда кездесетін бұтақтар, таяқтарды олар қару ретінде пайдаланды деп жазған екен. Дегенмен, адамзат өмірі жылжып, жылдар тізбегі біртіндеп өтіп жатты. Кеңістік құшағына сіңіп көзден ғайып болған жылдар жүзінде адам баласы еңбек дағдысын жетілдіре отырып, тасты қырнап қашап, үшкірлей алатын болды. Оның қолынан шыққан қару-жарақ түрлері де сан алуан өзгеріске ұшырады. Тұрмыстық заттардың түрлері де көбейді. Бұны өңіріміздегі ежелгі адамдардың тұрақтарынан табылған тамаша қырланған кремнийлі тас балталар, жебе ұштары, пышақтар айғақтайды. Адамзат тарихының даму барысында табиғаттан еш қиындықсыз ала салуға болатын тас таяқтар емес, өндіріп алу үшін тер мен күшті қажетсінетін металл өндіру тарихта үлкен төңкеріс жасады. Ол металдың атауы мыс. 3 ғасырдың соңы, 2 ғасырдың бас кезінен бастап, Еуразияның түкпір-түкпірінде қоладан жасалған бұйымдар, дара және қос әлметті кескіндер, құю қалыптарының көмегімен жасалынды. Шығыс Қазақстан жер қойнауы полиметалл кені қалайы мен мысқа өте бай өлке. Сондықтан бұл территория металлургияның үлкен ошағы болып табылады. Шығыс Қазақстан өңірінде қола дәуіріндегі тайпалардан көптеген тұрақтар мен кен ескерткіштер қалған. Бұларды Андронов мәдениеті деп атады және сонымен қатар біздің заманымызға дейінгі 2 мыңжылдықта Молдавия жері мен Азия құрлығының шығыс алқаптарында Сеймин-Тульбин типіндегі қару-жарақ бұйымдары көптеп тарады. Олар келт балталар, қанжарлар және түлке түрінде кескінделген жебелер. Шығыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейінде осы Сеймин-Тульбин мәнерінде жасалған ең ерте кезге жататын семсер сақтаулы. Ер қаруы 5 қару дегендей, осы 5 қарудың ішіне кіретін семсер жайлы сөз қозғамақпыз. Бұл семсер Шемонайха маңынан табылған кездейсоқ олжа, қола дәуіріне жатады. Семсерді стилистикалық тұрғыдан талдасақ, семсер әжептәуір ауқымды, ұзындығы 32,5, ені 6 сантиметрді құрайды. Сабы бүкіл семсерді бойлата құйылған. Семсердің сабына кертпе сызықшалар түсірілген. Бұл семсерді жасау барысында ежелгі шебер салған өрнектердің сәндік мәнінен басқа да қосарландыра қатар салынған өрнектері қару иесінің қорғаушылық маңызын арттыру үшін түсірілген. Бұл сызықша ою өрнектер тайпалардың бір-бірінен айырмашылықтарын байқату үшін де қолданылғаны байқалады. Сонымен қатар, қару-жарақтағы ою өрнектер жауынгердің әлеуметтік статусының айыру белгісі. Жауынгердің статусы жоғары болған сайын, оның қаруының әшекейі де аса күрделі және көркем болады. Әртүрлі мақсатта қолданылатын салтанатты, ресми, ғұрыптық қаруларда өте ерекше көмкерілетін. Музейдің аса бағалы жәдігері болып саналатын семсер сабының басында қоладан құйылған ат мүсіні орнатылған. Бұл археологиялық олжаға көз салсақ, аттың басы үлкен, аяқтары қысқа және ұзын құйрықты. Зоолог мамандардың пікірінше, бұл жылқы тұқымының ғылымда Прижевальский жылқысы деп аталған жылқыдан тараған деп тұжырымдайды. Ерте замандарда Прижевальский жылқысы Моңғол далаларында, Алтай және Тянь-Шань түздерінде таралғаны белгілі. 1877 жылы Зайсан шекаралық аймақтарында Николай Прижевальскийге аңшылар басы үлкен белгісіз жануардың терісімен бас сүйегін табыстаған болатын. Содан бастап Шығыс Қазақстан өңірі Прижевальский жылқысының тараған аймақтарының бірі болды. Міне Шемонайхадан табылған семсердегі жылқы бейнесі осы Прижевальский жылқысының прототипі болуы мүмкін. Бірақ мәселе мұнда.
Бұл жылқылар табиғатынан жабайы жылқы болып саналады және олардың агрессиялық мінездерінің арқасында оларды қолға үйрету мүмкін емес екен. Біздің жәдігердегі жылқы тізгінделген, яғни қолға үйретілген. Осы жәдігердің мазмұнынан аттың адам қолына қола дәуірінде үйретілгені көрініп тұр. Белгілі зоолог Климованың пікіріне сүйенсек, моңғол үй жылқыларының және жабайы жылқыларының пржевальский жылқыларына ұқсастығын айтып кеткен. Сонау дәуірлік кезеңде үйретінді және жабайы жылқылардың туыстас болғаны анық. Олар мекендеген ортаның ортақ табиғи жағдайлары олардың түр ұқсастығының жетілдіре түсті. Белгілі археолог Сергей Сергеевич Черников атап өткендей, Шығыс Қазақстан жерінде қола дәуірінде тіршілік еткен шағын тұрпатты жылқылардың қалдықтары көптеп табылған. Осылайша қола дәуірінде тіршілік еткен адамдар қару-жарақтарды жануарлар мүсінімен әсемдеуді әдетке айландыру тұрмысқа еніп үйреншікті дәуір болып саналады. Өйткені жылқы қола дәуірінен адам тіршілігіне негізгі рөл атқарған. Сонау қола дәуірінен келе жатқан қастерлі жылқының адам үшін атқарар қызметі өте жоғары бағаланатын. Мереке қуанышта, қайғы қасіретте, басқа түскен не ауыр күндерде бұл түлік адамның жан серігі, айырылмас досы болған. Сонау қола дәуірінен қолға үйретіліп, адамзат баласының қажетіне жаратқан жылқы түлігі келер дәуірдегі көшпенділердің ең қасиетті, ең қадірлі малы. Көшпенділерді жылқы малынсыз елестету мүмкін емес. Сондықтан көшпенділер мен жылқы түлігі егіз ұғымдай қосарланып айтылған. Тіпті көшпенділер қауымын аттылар әулеті деп те бекерден бекер айтпаса керек. Өйткені ұлан ғайыр даланың, ұлан байтақ өлкенің, ұлы тұрғындарының тыныс тіршілігі, өмір салты, өнер білімі, әдет ғұрпы, салт санасы, салтанаты, бір сөзбен айтқанда бүкіл мәдениеті жылқы түлігімен тығыз байланысып жатады. Және осы қола дәуіріне жататын семсерге орнатылған жылқы бейнесі келер дәуірде қазақ далаларында табын-табын болып шапқылап жүрген даңқын аспандатқан кемеңгер қолбасшы, күлтегіннің бозаты, қара қыпшақ қобыландының тайбурылы, алпамыс батырдың байшұбары, ер тарғынның тарланының ескерткіші болып табылады десек, қате айтқанымыз емес. Сонымен қатар, осы семсердегі жылқы бейнесі қазіргі тәуелсіз Қазақстанымыздың алтындай елтаңбасындағы жылқы бейнесі екеуі егіз ұғымды білдіруі әбден мүмкін.